Армысыздар ұстаздар қауымы. Сіздерді осынау келіп жеткен мерейлі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Осы мереке қарсаңында мектебіміздің ардагер Майталман ұстазы Зәуреш Зәлелдин қызымен сыр сұхбат құрғалы отырмыз. Ісім оңсын десең, сол істің маманы болыңыз. Даңқым шықсын десең, көпшіліктің адамы болыңыз дейді Әл-Фараби. Бір күндігін ойлаған сауда істейді, бір жылдығын ойлаған егін егеді, енді 100 жылдығын ойлаған шәкірт тәрбиелеумен айналысады дейді. Сіздің алдыңыздан қаншама шәкірттер өсіп, өркендеп, қазір үлкен ғылым саласында еңбек етіп жатыр. Сізге енді алғашқы сұрағым, мектеп жолына, ұстаздық жолына қалай келдіңіз? Балалық шағыңыз жайлы сыр шертіп берсеңіз. Мектепке келу себебім басты. Өзім нағашы апам мұғалім болған, қазақ тілі мен әдебиет сабағынан берген. Сол кісіге еліктеп 1967 жылы Каспийдің Абай атындағы институтқа оқуға түстім. Содан 1971 жылы бітіріп, осы мектеп, осы ауылға 72 жылы келдім. Зейнетке шыққанға дейін осы мектепті істедім 36 жыл, осы ауылда. Әзілі жоқтың қойнында шоқпары бар дейді ғой. Мынау мектеп кезінде, өзіңіздің шығармашылық кезеңіңізде осынау 40 жыл ұстаздықпен айналысу бір адамның өмірімен пара-пар. Осы кезеңде есіңізде қалғандай оқушылармен сіздің араңызда қандай қызықты сәтті баяндап айтып бере аласыз? Бұл да еске түсіру өте қиын. Талай қызықтар болды. Ең бірінші менің 1971 жылы Көкшетау облысы Айыртау ауданында Қызыләскер деген ауылда мұғалім болдым бірінші рет. Сол кезім әлі күніне есімде кетпейді. Сонда 6-шы сыныпқа класс жетекші болып, 6-шы сыныпта 25 бала болған, соның 15-і 4-тен 5-ке оқыды. Сонда солардың қойған сұрақтарын сабаққа дайындалып барып тұрса да, сұрақтарын қойып, мені қайткенде де жаңағы шатастыруға тырысады енді. Сонда да әйтеуір себебін тауып айтып шығамыз. Әсіресе сынып сағаттарында көп сұрақтар қоятын. Бәрін дәл есімде жоқ. Қызықтың да түрі бар ғой? Қызықтың да түрі бар енді. Жақсы, рахмет. Тағы бір білгіміз келетіні, біздің алдымызға, бізде солай от ұстағандай, шырақ алғандай, бізде ұстанып жүру үшін сіздің ұстаздық ұстанымыңыз қандай болды? Ұстаздық ұстаным балаларға адамгершілікке тәрбиелеу, ата-анасын сыйлай білу. Сосын білімнің өмірде өте қажет екендігін түсіндіру болды. Класстарды маған жолда береді да, жаңағы 10 класты шығарып салсам 9-ды береді, кейде бәлен класты береді. Сонда соларды бір-ақ жыл класс жетекші болды, жаңағы Зүбайда. Орта белден алсаңыз да? Орта белден алсам да, сосын бір жылдан кейін жаңағы ой, ата-аналар, сіз болыңызшы класс жетекші дейді. Сонда енді бір қасиет сол адам. Балаларды тек адамгершілікке тәрбиелеу, үлкенді сыйлай білу. Оқушыларды орта белден алсаңыз да, орта жолды қалдырмаған екенсіз. Қалдырмады. Әдебиет қазақ тілінен берген екен. Әдебиет ардың ісі, ардың ар жағында адамгершілік тұратын екі бастан белгілі. Сізге бұл еңбегіңізге үлкен алғыс айтамыз. Келесі сұрағымызға көшсек, мына қазіргі жас мамандарға, жас талапкерлерге, мектепке мұғалім болып, ұстаз болып кірсем деген шәкірттеріңізге қандай ақыл айтар едіңіз? Олар қандай кезеңдерге төзімділік танытуға қажет? 21-ші ғасыр қарап отырсаң, өмір мүлдем өзгерген. Бәрібір ұстаздың аты ол ұстаз, қашанда ұстаз болады. Өйткені ол үйретеді, балаларды адамгершілікке үйретеді, білімге үйретеді. Заманның ағымына сәйкес жүруге тәрбиелейді. Енді сондықтан ұстаз болғаннан кейін кейде жастарға айтамыз, шын өз пәніне беріліп, пәнін 5 саусақтай біліп, соны кейінгі ұрпаққа жеткізу ғой. Мұғалім беделін көтеру үшін мұғалім өзі сол жан-жақты болу керек. Сол балаларының ағымен бірге жүруге тырысу керек. Рахмет. Қазір гаджеттердің, телефондардың, смартфондардың заманы. Енді бір қойшының таяғынан таниды дегендей, ұстаз бен ұстаз бас қосса, проблемалық сұрақтың туындайтын екі бастан белгілі ғой. Мына
интернет дамыған, 100-ден бұрын жүзік көзге түскен заманда, әлеуметтік желі ат ойлап тұрған заманда балаларды қалай әдебиетке қызықтырсақ болады? Қайтсек көркем шығарма оқыта аламыз, қайткен күнде көркем сөйлете аламыз. Бұл енді теледидар тыңдап атасың, оқитын балалар бар. Қалай кезінде оқыттық, біз оқыттық, талап еттік. Сыр сұхбатымызды жақсы нотада аяқтау үшін осы өзіңіз қызмет еткен 4-ші мектептің ұжымына, мұғалім әріптестеріңізге, шәкірт оқушыларыңызға деген ақжарма тілегіңізді, пейіліңізді білдірсеңіз. Осы нөмір 4-ші орта мектептің ұстаздары келе жатқан мерекелерін құтты болсын. Барлық еңбектерінің бәрі мақсаты бала тәрбиесі ғой, бектен көрінсін. Осы мектепте менің өзім шәкірттерім 5-6 ма 7-8 шәкіртім істейді. Соларға да табыс тілеймін, зор денсаулық тілеймін, отбасында амандық тілеймін. Осы мектеп кезінде супер мектеп аталған, сол супер мектептің атағынан айырылмақ. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды, біз өмірді түсінбейміз, сол қайғы қуа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпіліндей тамырдағы шекенің жеке тәулік, жеке сағат, жеке күн үлгермейміз, түсініп те байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Менің ойымша, ұстаздардың әрбір сағаты, әрбір күні бақыт күні. Себебі сыныпқа кіргенде сәлеметсіз бе деп қарсы алатын, сыныптан сабақ аяқталғанда сау болыңыз деп шығарып салатын қаншама түлектер, оқушылары бар. Осылардың сау болыңыз деген сәлемет тыңдаған көңілдегі толғамымды, шынаған тәрбиемен талғамымды, өмірдің маған сыйы деп білемін.